Қан қысымын табиғи жолмен төмендетудің 5 әдісі. Қан қысымының жоғарылауы гипертония, жүрек қан тамыр жүйесіне үлкен қауіп төндіреді. Егер ол ұзақ уақыт бойы бақыланбаса, жүрек ауруларына, инсультке және басқа да ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Сондықтан қан қысымын табиғи жолмен реттеу маңызды. Төменде оны төмендетудің 5 тиімді әдісі берілген. 1. Дұрыс тамақтану және натрийді, тұзды шектеу. Қан қысымын төмендететін диета. Калийге бай тағамдар калий натрийдің зиянды әсерін азайтады. Қарапайым өнімдер банан, авокадо, шпинат, қызылша дақылдары. Магний мен кальций бұл минералдар қан тамырларын кеңейтіп қысымды төмендетеді. Сүт өнімдері, жаңғақтар мен көкөністер пайдалы. Клетчаткаға бай тағамдар, жемістер, көкөністер, тұтас дәнді өнімдер ас қорыту жүйесін жақсартып, жүрек саулығын қолдайды. Омега-3 май қышқылдары, балық, сардина, лосось, зығыр тұқымы және жаңғақ төмендетуге. Қант пен өңделген тағамдарды азайту. Шамадан тыс қант пен зиянды майлар қан тамырларын зақымдайды және қысымды жоғарылатады. Натрийді, тұзды шектеу. Тұзды шамадан тыс пайдалану қан қысымының көтерілуіне ықпал етеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ТС күніне 5 граммнан артық тұз тұтынбауға кеңес береді. Дайын тағамдардағы жасырын тұзға, шұжық, чипсы, консервілер мән беріңіз. Тамақ дайындағанда дәмдеуіштер мен лимон шырынын пайдаланыңыз. 2. Дене белсенділігін арттыру. Физикалық белсенділік қан қысымын қалай төмендетеді? Жүрек бұлшықетін нығайтады, қан айналымын жақсартады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі, бұл да қысымға оң әсер етеді. Стрессті азайтады, бұл гипертонияны төмендетуге көмектеседі. Қандай жаттығулар пайдалы? Жаяу жүру, күніне 30-40 минут серуендеу қан қысымын біртіндеп төмендетеді. Жеңіл жүгіру, велосипед тебу, жүзу, жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсер етеді. Йога және тыныс алу жаттығулары жүйкені тыныштандырып, қан қысымын реттеуге көмектеседі. Егер сіз бұрын спортпен айналыспаған болсаңыз, аз мөлшерден бастап біртіндеп арттырған жөн. 3. Стрессті басқару және жеткілікті ұйқы. Стресс гипертонияның негізгі себептерінің бірі. Созылмалы стресс кезінде ағза кортизол және адреналин сияқты гормондарды көп шығарады. Бұл қан тамырларын тарылтып, қысымды көтереді. Стрессті азайтудың тиімді әдістері. Медитация және тыныс алу жаттығулары жаймен терең дем алып, баяу шығару арқылы жүрек соғуын баяулатуға болады. Музыка тыңдау, классикалық немесе табиғат дыбыстары жүйке жүйесін тыныштандырады. Күліп позитивті болу, көбірек күлу қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Ұйқының маңызы. Күніне 6-8 сағат сапалы ұйқы алу өте маңызды. Ұйқының бұзылуы қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Егер сіз ұйықтау қиындықтарына тап болсаңыз, ұйқы алдында телефон мен компьютерді 1 сағат бұрын сөндіріңіз. Кофе мен күшті шайды кешке ішпеуге тырысыңыз. Бөлмені қараңғы әрі салқын етіп дайындаңыз. 4. Кофеин мен алкогольді шектеу. Кофеин қысымды уақытша көтереді, бірақ тұрақты түрде кофе ішу кейбір адамдарда гипертония қаупін арттыруы мүмкін. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, күніне 1-2 кесе кофе немесе кофеинсіз балама таңдаңыз, мысалы шөп шайы. Қан қысымын өлшеп кофеден кейінгі өзгерістерді бақылап көріңіз. Алкогольде қысымды жоғарылатып, жүрекке жүктеме түсіреді. Кейбір шарап түрлері, мысалы қызыл шарап қан тамырларын кеңейтетіні айтылады, бірақ оны аз мөлшерде ғана ішу керек. Толық бас тартқан әлдеқайда пайдалы. 5. Артық салмақтан арылу. Салмақтың артуы жүрекке қосымша жүктеме түсіреді, ал іш майы, висцералды май қан қысымын жоғарылататын гормондарды көбейтеді. Салмақты қалай табиғи түрде төмендетуге болады? Тез диеталардан гөрі тұрақты әрі теңдестірілген тамақтану маңызды. Қантты, фастфуд пен газдалған сусындарды азайтыңыз. Күніне кемінде 2 литр су ішіңіз, өйткені сусыздану қан қысымын арттыруы мүмкін. Ақуыз, пайдалы майлар мен күрделі көмірсуларды, мысалы қарақұмық, қоңыр күріш, жеткілікті мөлшерде тұтыныңыз. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз.
Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.